Қазіргі таңда менің қызметім, бұл жерде Ру-6 компаниясында жұмыс істеп жатқан қызметім, өнімді ерітінділерді өңдеу учаскесінің шебері және Қарамұрын кенішінің ауысым бастығы болып есептелінеді. Уран өндіру саласы бойынша өте қауіпсіз деп есептелінеді. Жерасты схемалау әдісімен біз уранды өндіріп жатырмыз. Бұл ең қауіпсіз, қазіргі кездегі ең қауіпсіз уран өндіру деп есептелінеді. Ру-6 мекемесіне келетін болсақ, мен бұл жерде жұмыс істеуді ұнатамын, өзіме қатты ұнайды. Себебі бір жағынан алып қарағанда адами құндылықтары жоғары бағаланады. Екінші жағынан өз үйімнен кіріп, бала-шағамның алдынан таңертең кіріп, кешке өзім бала-шағам алдына ораламын. Сол жағы маған өте қатты ұнайды. Сол үшін мен ешқашан бұл өзімнің компаниямды басқа компанияға ауыстырмаймын. Біздің Казатомпром компаниясының қабылдаған құндылықтары өз 5 құндылықтан тұрады. Сол 5 құндылықтың ішінде маған қатты ұнайтыны, енді ең бірінші ол қауіпсіздік есептелінеді. Өзім жұмыс орнында да, қол астымдағы жұмысшыларға да қауіпсіз жұмыс істеулерін әрқашан қадағалаймын және бақылап отырамын. Себебі маған әр жұмысшының үйіне аман-есен өзінің бала-шағасына оралуына мен үшін ең бірінші приоритет болып есептелінеді. Менің өзімнің жұмыстан тысқары уақытта өзімнің хоббиларым бар. Ол менің біріншіден балық аулау. Екінші хобби менде жүгіру болып есептелінеді. Енді үлкен дистанцияларға, марафон дистанциялар, мысалы, кемі 10 километр, 20 километр, сол дистанцияларға жүгіру. Өмірде енді әртүрлі жағдайлар болады. Сол үшін адамның алдында неше бір асулар кездеседі. Олардан қиналмай алға қарай, тек алға жүру керек деп есептеймін. Құладың ба, қайтадан түрі келу керек. Өзімнің шәкірттеріме осы кезге дейін қаншама шәкірт тәрбиеледім. Солардың бәріне осы өзімнің ұстанымымды айтып отырамын. Ешқашан шегінбе, артқа берілме.